Сәлем оқушылар, бүгін Smiles People's Book оқулығының 6-7 беттеріндегі тапсырмаларды түсіндіретін боламын. Келесі шығатын тақырыптардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Exercise number 5. Body parts, яғни дене мүшелері. Listen, point and repeat the number. Тыңда, қара және қайтала дейді, сөзін нөмірле дейді. Яғни бұл жерде дене мүшелерінің аттары берілген, соларды нөмірмен жазамыз. Бірінші hair, екінші суретте шаш, legs, аяқтар. 8-ші суретте nose, 5-ші суретте мұрын, head, 1-ші суретте бас, hands, 7-ші суретте қолдар, ears, құлақ, 4-ші суретте mouse. Exercise number 6. Rearrange the letters and write the words. Яғни бұл жерде әріптердің, мышықтың дене мүшесінің әріптері ауысқан, соларды туралап жазамыз. Бірінші head, бас, екіншісі mouse, ауыз, үшіншісі eyes, көздер, төртіншісі ears, құлақ, бесіншісі nose, мұрын, алтыншысы legs, аяқтар. Study spot, яғни бұл жерде ереже берілген. Have got, has got'ты қоюды үйренеміз. I have got blue hair. Менің көк шашым бар. Яғни бар деген сөзді білдіреді. She has got red hair. Оның қызыл шашы бар. We have got big mouths. Олардың үлкен ауыздары бар дейді. He, it'те has got болады. We, they, we, I-да have got болады. Енді осыған байланысты 7-ші жаттығуды қараймыз. Complete. Use have got or has got. Яғни have got немесе has got'ты қоямыз бос орынға. Бірінші, we have got green eyes. Олардың жасыл көздері бар. Нұрлыбек has got big hands. Нұрлыбектің үлкен қолдары бар. They have got brown hair. Олардың қоңыр шаштары бар. I have got a small nose. Менің кішкентай мұрным бар дейді. My sister has got red hair. Менің әпкемнің қызыл шашы бар. We have got a small head. Оның кішкентай басы бар дейді. Exercise 8. Count and write, then say. Сана және жаз, сосын айт дейді. Бұл жерде сурет берілген, соның көзін, аузын санаймыз. Біріншісі one mouse, яғни бір аузы бар. Б-ге four eyes, яғни 4 көзі бар. Үшіншісі noses, яғни 3 мұрны бар. Санаймыз. 1, 2, 3. Төртіншісі ears, яғни 3 құлағы бар. И суреті. Hands, яғни қолдары. 1, 2, 3, 4. 4 қолы бар. Келесі legs, аяқтар. Яғни 5 аяғы бар. Осылай жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.